Оның бұл фирмада істеп жатқанына біраз болды. Мені күнде шақырады. Қандай фирма сонда бұл? Керамикалық пышақ, ыдыс аяқты сатады. Өткенде туған күніме пышақтың жинағын сыйлаған. Соны 9 мамырда апама сыйлаған едім. Қуанып қалды өзі. Біздің үйге де пышақтар керек еді. Әйтпесе үйдегі пышақтардың бәрі өтпейді, ескіріп кетті. Алатын болсаңыз, мынаның ішіне қараңыз. Арзанға алып берем. Арзанға алып бересің ба? Сонда мына бағадан арзанға бола ма? Жақсы ғой. Қарайыншы мен. Тағы бар ма мына жағында? Ана баяғыда мен музыкалық колледжде оқыдым ғой. Иә. Сол кезде мен қыздарым көп болатын. Міне, мына қызды көрдің бе? Иә. Қалай? Жақсы, әдемі. Әдемі ме? Иә. Осы қыз менің ең алғаш жүрген қызым. Иә, ең бірінші қызым. Ауылдан келгенбіз ғой. Сосын міне, мына қызды көріп тұрсың ба? Иә. Ол да әдемі, ә? Бұл мен де жүрдіңіз ба не? Енді бұны мен де жүрдім мен. Бұл қыздар біле ма сізбен жүрген? Біле ма, несі айтып отырған? Өлетін ғой бұлар мен десе. Ойбай, Жанатбек деп. Жатақханама келіп өздері айғайлайтын бұлар. Сосын қара. Міне. Ана бір қызды көріп тұрсың ба? Мына жағында тұрған. Иә. Әдемі? Әдемі. Бұнымен мен бір тойда таныстым. Мен той жүргізіп жатқанмын ғой, сөйтсем мына жағында отыр. Сонымен танысып, артынан ой екеуміз жүрдік қой. Ей, кіммен жүрдің дейсің? Ешкіммен жүрген жоқ. Бұның айтып тұрған не шығар анау? Мен жаңа айттым ғой, біз музыкалық колледжді баған айтып жатқам. Сода біз тобымыз өте ұйымшыл болды да. Біз бәріміз бірігіп алып, жаңағы саябаққа қарай жүрдік, саябақтан бері қарай жүрдік. Енді қыдырып әрі-бері жүреміз ғой. Соны айтып жатқаным ғой жаным. Сосын біздің топта бәрі бір үшін бар ғой, өліп қала жаздайтын бар ғой. Енді ұйымшыл болғанда, керемет ұйымшыл. Сосын аға, не жеңгемнен қорқасыз? Қорықпаймын жеңгемнен. Қорықпайсыз, тек айтқанын істейсіз ба? Кейін өзің үйленесің, сол кезде көреміз. Сосын қара, тағы бір мынандай бір. Біреу келді ғой деймін. Мен сендерге қанша айтам? Дастарханда отырғанда телефон ұстамаңдар деп. Тез тамақтарың ішіңдер де сабақтарыңа бардыңдар, кешігесіңдер. Апа, ішім ауырып тұрған сияқты, мен сабаққа бармай қойыншы бүгін. Ішім андай бір түрлі болып тұр. Бейшара, басың ауырып тұрған жоқ па? Иә, басым да ауырып, андай ысып, бір түрлі болып тұр. Сендер алып шықпағансыңдар ма? Әке, мен ішім ауырып тұрған сияқты сабаққа бармай қойыншы. Ойбай. Бір түрлі болып тұр, ішім андай ауырып. Қатты ауырып тұрсың ба? Шыдай балам анда. Шыдай қазір. Бармай қойыншы сабаққа. Неге балаға қарамайсыңдар дейсіңдер, қазір? Алло. Саламатсыздар ма? Жедел жәрдем бе екен? Ойбай, тезірек келесіздер ау деймін, балам ауырып жатыр. Әке, жедел жәрдемнің керегі жоқ. Олар келсе, мені алып кетеді ғой қазір. Менің ішім қойған сияқты, менің сабаққа барайын, мен үлгермей қалармын. Қалай барасың балам, ауырып отырсың, қайтып жатайсың сен? Менің маңызды сабақтарым бар. Менің ішім қойды, мен кеттім. Кеттім сабаққа. Осы баланы шығармайтын жоқ, қашан адам болады екен? Қайдан бар ғой? Ойбай, қызым, сен ауырып тұрған жоқсың ба? Жоқ. Менің қазір кетуім керек. Жақсы, рахмет, апа. Жақсы, жарық. Күланда, шайыңнан күш. Сен жұмысқа кешігіп қалмайсың ба? Ұқтың ба? Айғайлама деймін мен саған. Бұл үйде жалғыз біз ғана тұрып жатқан жоқпыз. Айғайламасаң, айғайлама. Маған айғайлайтын әкең емессің. Жап аузыңды. Жаппаймын, өзің жап аузыңды. Мен кешікпейін, бастығымен келісіп қойғам. Ой, тоқта. Бастық демекші. Ұмытып кеттім ау. Қызын ұзатқалы жатыр ғой, тапсырыс беріп қойып еді маған. Мен де аузымнан қағылып ана әйелімнің ательесі бар, көрпе жастық еттеп қойып едім. Жақсы болды ғой. Не тапсырыс берейін деп жатыр? 5 көрпе ғой. 5 көрпе қашанға? Осы аптаның соңында қыз ұзату тойы. О кісілерде қызық екен аяқ астынан. Оны ертерек айтпай ма? 2 апта бұрын айтады ғой негізі.
ой 2 апта емес 3 апта бұрын айтқан ғой, мен ұмытып кетіп отырмын ғой. Қызықсыңдар ғой, мен үлгермеймін оған осы аптаның аяғына, мен 4 қолым жоқ қой. Ойбай, сенде 2 ақ қол екенін айтпақшы. Қойшы, Сағатбек. Енді қызықсың ғой енді. Үлгермесең Дина бар ғой, келін, көмектеседі. Дина білесің ғой, ине жіп ұстай алмайды. Ине жіп ұстай алмаса, қайшы ұстай алатын шығар? Түй, Сағатбек. Қойшы. Қойғанда бастығым ғой, налай мен уәде беріп қойғам деймін. Жарайды, бір нәрсесі болар бастығың болса. Тақастырып қоясыңдар ше, тақастырып. Ана Дина мен Жанатбек неғып келмей жатыр? Шайларын ішпей ма? Дина, Жанатбек, келсеңдерші. Маған бұдан кейін мүлдем сөз қайтару жолмақтың ба? Қайтарам. Не істейсің маған? Көкбет екесің барып тұрған. Өзім көкбет. Сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар? Келіңдер. Мына күнде жүріп кетті ғой. Жеңеше, бір жақсылап тұрып, бүйралап тұрып, бір шайыңыздан құйып жіберіңізші. Күләнді апай, әкеліңіз мен құяйын. Бәшеке, мінекейіңіз. Байқаңыз, күйіп қалмаңызшы. Рахмет. Балалар сабаққа кеткен бе? Көрінбейді ғой. Иә. Жаным-ау, мына шайың тым қап-қара ғой. Ой, бұл отағасы, кешіріңіз, мені аяй көріңіз. Әкеліңіз, сұйықтау етіп құйып берейін. Мінекейіңіз, әппақ шай. Рахмет. Жаным-ау, сен бұған қара шайдан тамызуды ұмытып кеткен сияқтысың. Мен кешігіп бара жатқан сияқтымын жұмысымнан. Бара берсем, я? Ренжімеңіздер. Киімдерімді үтіктеу керек еді. Мен киімдерін дайындап берейін. Мен екеуіне не болған? Етпен мысқысы? Енді жастар ғой, ондай болады. Ондай болғанда үшін артықтау кетіп отыр ғой. Екеуінде де ес жоқ. Сен ана Динаға кішкене ақылыңды айтсаңшы. Сендер осы неге бірден әйелден көріп шыға келесіңдер? Қайдан білесің, Жанатбек кінәлі шығар. Бірден әйел кінәлі. Қазір екеуін татуластырамыз деп отырып, өзіміз ұрсып қаламыз. Сен де сөйлес, мен де сөйлесем. Ана бастықтың көрпесін ұмытпашы. Баған айттың ғой, неменеге ұмытам. Тегеншілер қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Қалайсыз, Сағатбек аға? Бүгін жұмыстан ертерек келіпсіз ғой. Ой, такси болайын деп, ары жүрдім, бері жүрдім, адам жоқ. Бекерге жанармай жаға берем бе дедім да, үйге қайтып келдім. Мен ғана бастығым тапсырысын не болып жатыр, Күлән? Соны жасап жатырмыз ғой. Осы ма? Динаны шақырып алдым көмекке. Ой, дұрыс болған екен. Менен қандай көмек? Сәке, сенен бір үлкен көмек керек болып тұр. Сен қазір үйге бар да, өзіңнің шайыңды өзің қойып ішіп, тамағыңды өзің жылтып жеш. Сол көмегің маған. Жарайды онда. Бірақ өздеріңмен ішкен дәмдірек болады ғой. Күте тұрам мен сендер. Кішкене теледидар көрсем де күте тұрам. Жарайды, жақсы болған екен. Көрдің бе? Ой, Сағатбек екеуміз жас кезімізде талай ұрыстық қой. Енді ол кезде ауылдамыз. Жер бар, мал бар, бала-шаға бар дегенде.
менің бір түсінгенім, мына еркек қатты ашуланғанда үндемей қоя салу керек. Оларға бірдеңе түсіндірем деп әуре болмай қой керек. Үндемей қоя сал болды. Сонда күнәм жоқ болса да үндемеуім керек па? Енді өтірік алдап солай сал. Сен әйел емессің бе? Әйел деген кішкене қолау болу керек. Еркек деген не ол? Кішкентай бала сияқты. Ойбай, біздің отағасы десең мәз болып қалады олар. Мысалы бағана билеттер қайда деп айғайлап жатқанда мен не деуім керек еді? Үндемей қойын керек еді. Ашуы басылғаннан кейін түсіндіретін едің. Ой, мен оны білем ғой, ол ешқашан еш нәрсені түсінбейді. Өмір бойы мен кінәлімін. Кінәлі болмасам да кінәлі қылады. Мысалы өткенде көйлегін үтікке күйдіріп алды. Мен кінәлімін. Содан кейін тамақтың асты күйіп кетіп еді. Мен кінәлімін. Ақ көйлекті джинсымен бірге жуғанда көйлек болғанды тағы да мен кінәлімін. Сөйтіп өмірі мені кінәлетті жүреді. Енді қызықсың, Дина. Джинсымен ақ көйлекті қосып жүрсең енді бұлғанады ғой. Енді мен емес қой, өзі жуған. Ал тамақтың асы күйгенде ше? Өзі пісірген. Көйлекті де өзі құртқан десеңші. Түсінікті онда. Ойбай, Абайла. қалайсыңдар көрінді? Жақсы. Дүкенге бара жатқам. Сол соғып кетейінші деп сендерге. Қалай, жұмыс жасап жатсыңдар ма? Сол, Дина екеуміз әңгімелесіп отырғанбыз. Сол баяғы еркектер ме? Иә. Мына еркектерге қаталдау болу керек, мінезіңді көрсетіп. Әйтпесе олар ләйліп кетеді. Басынан мына мінезіңді көрсетіп, соған үйретіп алуың керек. Мына мен сияқты. Қазір қыңқ демейді. Айтқанымды істеп жүр. Сәуле, жаңа сіз дүкенге барам деп едіңіз? Иә, дүкенге бара жатқан екен. Дүкен жабылып қалмай тұрғанда бара берсеңізші сол дүкенге. Жарайды, жақсы. Соған қой. Сен оны тыңдамай ақ қой, ол сөйлей береді. Ой, Жанатбек, бергеш. Айта беріңіз. Айта бергенде бергеш деймін. Айта берсеңізші аға. Шақырып тұрмын ба, бергесінші. Немен қалыстан айта бер деп. Не болды? Не болғанда сен айт. Таңертең не болды келін екеуің? Ештеңе болды. Мен саған бөтен біреуім ба? Қанша білдірмегенмен бәрін көріп отырмыз ғой. Немене ұрыссың? Әйелдерді білесіз ғой. Жоқ жерден ұрыс шығарады отырады. Әйелдерді білем мен. Не болғанын айтпайсың ба ашып? 2 билет алып келгем. Әкелдім де біздің бөлмеде столдың үстіне қойып қойғам. Сол билеттерді жоқ қылдырып жіберіп отыр ғой. Қайдам жердегі билеттер десем өзім айғайлайды. Сонша ұрысатындай ол ненің билеті тегі ол? Айтыстың билеті. Ол анау мынау айтыс емес оның үстіне. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған айтыстың билеті болған. Өзіңіз білесіз ғой, айтысқа билет табу оңай емес қой. Айтыстың билеті, мейлі. Ненің билеті болса да айналайын, анандай ұрыстарын сендер жаңадан бастап, мен қорқайын дедім. Сендер білесің ғой, ұрысты бастатқыздырма, болдырма. Ол бір басталды ма, айғай-шуың тоқтамайды, ол бітіре алмайсың. Ол әйел адамды жеңу деген қиын ол. Мысалы, Күланда екеуміз қайтамен үйленбей тұрып осың барын түсінгеніме қуанам мен өзім. Күланда екеуміз өмір ұрыспаймыз ғой. Қанша жыл болды отасқанымызға? Қойыңызшы, бір рет болсын ұрысқан шығарсыздар. Ұрысқан емеспіз деймін. Біздің ұрысқанымызды көрдің бе? Мүмкін емес. Бір рет болса да болған жоғар енді. Ұрысқан жоқ. Сен менің жанымда нең бар? Сен жайын айтып отырмыз ғой біз. Кішкене қолау болу керек. Әйел мойын, еркек бас. Қалай бұрылсаң, сол жаққа бұрылады. Нең бар ұрысы ба? Сен 5 минуттан кейін шаршайсың, ал әйел адам деген 5 минуттан кейін күшіненеді олар. Ол еркек қой. Ол әйел ғой. Енді еркек болған соң, сен оны сыйлау керексің.
үйдің отағасы екенін сездіру керексің. Әйел адам кішкене еркелетіп, жылы сөйлеп, мақтап қою керек қой. Бір сөзбен айтқанда кішкене қолау бол. Ал сен ақылдырақ бол. Қазір үйге барып, асықпай билетті қайда қойғандарыңды тағы бір рет есіңе түсіріп көрші. Қазір бар да, гүл сатып ал. Барып татулас. Бұлай жүргендерің болмайды. Ұят болады бүйтіп жүргендерің. Дина, сен бірінші кешірім сұра, сол дұрыс болады. Жанатбек, қырсықпай қазір бар да әдемі гүлді сатып алып, барып кешірім сұрай сал. Іштен кейін кетпейді. Өздеріңмен бірге кілті неге алып жүрмейсіңдер? Адамды қайта жүгіртіп. Әке, мен де киноға барайыншы. Кім киноға барғалы жатыр екен? Айдана Дамирмен бірге киноға баратыр ғой. Кіммен дейді? Мен қыздармен бара жатырмын ғой. Енді онда бірге барып келсін Арманда, сендермен бірге. Яке, ұят емес пе? Енді өңкей қыздардың арасында жүре ме? Ой, не ұят, киноға бара жатқан жоқсыңдар ма? Басыңдар екеуің бірге барыңдар, әйтпесе екеуің де бармайсың, бол. Баратын болдым. Жүр енді менің күшігім болып. Күшігінес? Қалай сөйлейсіңдер, бауырың емес па, айналайын ау? Сағатбек, мына жақын маңында қай жерде гүл сатады? Гүл? Иә. Ой, көп қой. Қазір сен мына көшеден тіке жүре бер. Тіке жүре берсең, алдыңдан анау дәріхана, анау шаш сараз. Анау жақтағы. Тісем де, жеміс жидек, сол өтіп кет одан. Ары өтіп барасында, одан кейін көшеден төменірек жүрсең, біраз жүргеннен кейін сол жерде гүл сатады. Қалай өз жақсы гүлдер бар ма ол жерде? Өрден алып көрмедім мен енді. Өрде жақсы гүлдер болмаса, осы үйдің артында сатады. Гүл ма? Осы үйдің артында? Ол жерде көп, сол жерде гүл сатады. Онда осы жерден аласың мен бе? Енді өзің білесің ме енді? Гүл деп тұрсың өзің. Динажан, кел ауа. Не болды, ана билеттерің табылды ма, айтпақшы? Жоқ, табылмады. Тағы қарап шығайын. Ой, енді жоқ болсын, несін әуре боласың енді? Қайда жоғалуы мүмкін ол? Арман, болшы қазір киноға кешігеміз. Алдына мен отырам. Отырасың деді қой, болды ғой. Арман, Ау. қоқысты сен шығардың ба? Иә.
ой сен осы. Не болды? Жай ештеңе. бір нәрсе болса айтасыз ғой, қоқыс сені шығармаймын, өзіңіз шығарасыз ғой. Ей, болды, тез кеттік. Қазір. Бұдан кейін мүлдем сөз қайтару жолмақ, тұлба! Мына еркек қатты ашуланғанда үндемей қоя салу керек. Еркектерді бостауға болмайды. Басынан мінезіңді көрсетіп қаталдау болу керек. Әйтпесе ләйліп кетеді. Сен оны тыңдамай ақ қой, ол сөйлей береді. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен мына астыңыздағы көршім. Иә? Мына қоқыстарыңызды біздің есік алдына тастап кете береді, қашан қойсыздар аға? Бір адамда бір ұят деген болу керек қой. Сіз қызық адам екенсіз. Сіз ойлансаңыз, 15 қабатты үй, қаншама пәтер бар, қаншама адамдар тұрып жатыр. Жоқ, біз қоқыс тастайтын мәдениет жоқ адамдарға ұқсап тұрмыз ба? Аға, мен сізге мәдениет жайында дым айтып тұрған жоқпын, еш нәрсе айтып тұрған жоқпын. Тек қана сіздерге өздеріңіздің қоқыстарыңызды өздеріңіз шығарыңыздар деп әкеліп. Жарайды, әкеліңіз. Тоқта келін, сен қызық адам екенсің. Біздің қоқыс екенін қайдан білдің? Жоқ, пәтер жалдап тұрғандардың бәрі мәдениет жоқ, тәртіп жоқ, тәрбие жоқ деп ойлайсыз ба? Ой аға, Мырзаханов Арман, 10-шы сынып, физика дәптер. Мырзаханов Арман сіздің ұлыңыз ба? Мырзаханов Арман деп тұрмам да? Иә. Ол біздің бала ғой. Ол қалай тастап жүр екен, а? Ой, ұят болды. Мен сөйлесем, баламен өзім сөйлесем. Кірсеңіз. Біз мәдениетті, бәрі дұрыс жаныямыз, е. Ұят болып қалды, енді ренжіме ендішек. Не, шай жаным. Кешіріңіз, рахмет. Нан ауыз тейсеңіз. Жоқ. Аяғым. Жеңге, мына гүл осы бөлмеде тұра берсінші, е? Бұл гүлді кім берді? Білесіз ғой енді. Дәмір ме? Я, бірақ апымдарға айтпай қойыңызшы. Жарайды, айтпаймын. Жақсы, онда мен ыдысқа су құйып алып келейін, е? Киноларыңа барып келдіңдер ме? Қалай, көп адам бардыңдар ма? Иә, жақсы болды кино, керемет болды. Айдананың құрбылары ғана барды. Не, өңкей қыздар ғана болдыңдар ма? Жоқ, жігіттерден. Мен ақ болдым. Мен ақ қой сол жігіттерден. Ағам романтик. Жеңген қайда? Бөлмесінде. Жеңгеме ма? Енді кімге? Шақырш. Ей! Жоқ, бара берме, өзім шақырам. Дина! Бергеш? Не болды? Бергеш деймін. Өзің келші. Дина, мынау сенікі ма? Маған бәрібір қазір тастай салам. Тоқта. Не ол? Бергеш, Дина, сен мені кешірші. Таңертең кішкене ашуға қатты беріліп кетіппін. Сен де мені кешір. Жоқ, негізі мен ғой кінәлі. Жоқ, мен кінәлімін. Мен кінәлімін. Мен кінәлімін. Ей,
мен кінәлімін деп тұрмын ғой саған. жарайды, сен кінәлісің. Дина, мен саған әдейі ұрсайын деп ұрысқан жоқпын. Бұл айтыс жай ғана ай сайын бір бола салатын айтыс емес. Бұл қазақ хандығының 550 жылдығына арналған керемет айтыс болатын. Соны өзімше сені алып барайын ба деп ойлағам ғой. Оған өзіміз айтысып кеттік па, бірдеңе болып кетті ғой. Оның үстіне көп болды ғой екеуміздің де бір көшеге шығып қыдырмағанымызға. Иә, дұрыс айтасың. Мынау гүлді айтысқа алып бердің? Жоқ. Бұны жаным саған алдым. Мынау саған. Ал айтысқа біз екеуміз бәрібір барамыз. Дыдың! Жоқ, билетті қайдан алдың? Ей, бағасы 2 есе қымбат болса да, алып сатарларын ала салдым. Қызық. Енді билет көбейіп кетті ғой. Дыдың! Бұлар қайдан таптың? Қоқыстан. Қоқыстан? Енді мынау билеттердің бәрін не істейміз? Менден басқа біреу домбыра тарту білмейді екен. Сіз ғана тартып аласыз. Иә, домбыраны алдым да. Бір Кешіріңіз. өлеңді айқайлап тұрып жіберін, ана жерден бәрі құлады. Аға, жеңге, бізде 4 билет болып кетті енді. 4 билет болып кеткен ба? Иә. Сағатбек, онда бізде барып қайтайық та? Ақыры барады екенбіз, онда бала шағамыздың бәріміз бірақ барып қайтпаймыз ба? Мінекей. Әке, бұл билеттерді қайдан алдыңыз? Мына 2 жас жұбай татуластырайын деп алған ба бағана? Жақсы болды ғой. Онда не отырсыз? Жүріңіздер. Қазір 1,5 сағаттан басылады айтыс. Сен жаның тура осы күніңмен бара берсейші, ұнаған ақыныңа бересің. Айдына сен де ана гүлді аласыш, ойбу айтып. Гүлдерің болса ала берме. Жүріңіздер. Мен анау костюм шалбарымды киейін.